Айырбастамаймын мен Астанаға деп. Әрине, Қарақолдың бір пұшпағынан Астанаға айырбастауға тұрмайды. Өйткені қасиетті жер, өскен өлкеміз біз үшін қасиетті. Қасиетті Қарақол Сапқоздың тұрғындары. Toylarınız toyga ulaşsın diye gele. Abay atamızdan başlayıp, Abay atamız aytkan, dünya ülken köl, zaman sokkan jel, aldığı bugün ağalar, keyingi bugün ünlüler, ahiret eliniyet ayağınay körünledi. Niye? Ayağınay körünledi. Böyle yakaydan giyingesek, öyle bayağının 10 yılın yok etkenleri. Sonluktan, bugün var yetenek yok bulur, vakit beri noktalar, Eskiden çıkan yolauşı, beyitke varıp noktalar değil. Biz bärimiz yolauşumuz. Sonuçta o tiligizimizde birimizi silayıp, yani buna ülken, dastarkan, öleceğimi tiri baymayıp degen değil. Sol ötken, ülkenlik kişisi var. Kur'an demetip yatkanlar var. Sol kişilerge arnalgan dastarkan. Әрине dastarkan akbatasız olmaydı, vatanı verir. Şimdi aldığı ağay tuz kuanışka, жүрсе де бір жақтың бір алыста ән салып би-билер күй тартылсын бүгінгі үлкен думан отырыста қазағымның не бұрасы сөздерін сіңірейік кейінгі ұрпақ санасына ұмытпай қазағымның салт дәстүрін қол жояйық төрде отырған Айбатыр Ақсақалдың батасына ләммінде қол жояйық. Ақсақал келіп-келсемен жүресіз Құрметті ауылдастар, мен осы жерде туып өскен, мен әкем Тастамберді Қыдырма, осы Қарақолдың іргетасын қалаған кісі. 1891 жылы бұған, Ұлы Отан соғысына бармай мал бағып, одан немістің бір ұлын асырап, жеткізген. Ол Сашка Юрик деген осында тұрған, оны әкемді әке деп санайды, сондай кісі болған ол кісі. Мен 1954 жылдан бастап, 1969 жылға дейін осы Қарақолда 11 жыл бітірдім. Туып өскен жерім осы Қарақол. Енді осыны ұйымдастырған адамдардың ізгістеріне күш қуаныш, өнеріне өріс, рухтарына нұр, қиыншылыққа төзімен сабыр, қажеттегі ұрыс несімен, жүректеріне иман шырайын етпесін деп тілеймін осы қосылған. Ал бісмиллахиррахманиррахим. Құдайым пейілді дарытпасын, қуаныштан арытпасын, халқын ешбір қамықпасын, қасиеті шарықтасын. Жаса мәңгілік қазақ елі, зерек тұрған жердегі мамыражай заман болсын, ел бастары аман болсын. Қодан болсын халқына, елі сүрсін халқына, қарыштай емесін, әлгері мәңгілік елдің керуені. Мәңгілік болсын тілерім тұрақтың еліндегі. Тосқанға қорықпай жолдан алып тастағын. Көп жеркесі жер жасасын қастарын. Аспанымыз әлі сосыла ашық болсын. Көктіңіз көкті желбіреп, дәлелжала қазақ елі қашық болсын. Осы өспіліктен жастарымыз жаңа Қазақстанның тірегі болсын. Алла! О дүниелер, бақилы өмірге аттаған туыстарымызға, тұрарға тұрмақшы айтып, ауылымыздың имамы Берікбол қажыға береміз. Бәрімізді тыңдайық. Ассалаумағалейкум, қадірменді құрметті жақсылар, құрметті Қарақол ауылынан қаны тамған, осы Қарақолдың шаңын жұтқан, алыс жақыннан келген ағайын туысқандар, апалар. Жалпы негізгі мына пайғамбар саллаллаху айтқандай, мұсылманның екі отаны болады. Соның біріншісі үлкен отан Қазақстан болса, екінші отаны туған жер екен. Сондықтан құрметті ағайындар, бүгінгі мына туған жерімізге деп, туған жерді тағзым етіп, еңкейген қариядан еңбеккер балаға дейін осыған атсалысқан кісілерге шын жүректен рахмет дегім келеді. Алдағы уақыттарыңызды деймін, алыс жақыннан келген ағайын туысқандарыңызға сапарларыңызға сәттілік, жан жағаларыңызға насip етсін дегім келеді. Атаның ұрпақтары сіздермен біздерге Алла разы болсын дегім келеді. Енді бүгін біз сондай бір дұға тілекпен болайық. Алыс жақын деген ағайын туысқандарымыздың сапарда жүрген мұсылманның дұғасы қабыл дейді. Елімізге, жерімізге, отанымызға заман тыныштығы беретін бағып кетіңіздер. Осы Қарақол, Қиямет, Қайынғали сондай бір жақсы, үлгілі, жақсы ауылдардың қатарынан болсын дегім келеді. Қандай да бір ауылдардың құрып кеткен ауылдар бар, оның ақтап Құдайға шүкір, осындай елі бар, осындай жері бар, осындай халқы бар сіздердің арқасында, осындай елінің арқасында ол әрқашан қиянаттан болады деп ойлаймыз. Енді құрметті ағайындар, өзі білесіздер тәртіп бойынша қашыққа қызмет еткен ұрпақтарына дұға қылдырамыз, сол кісіге құран бағыштаймыз. Артынан тұрғаннан кейін тағы да екінші хатым болады. Осы ауыл
ауылда еңбек еткен бұрын әкім болған Ербол Сіләмұлы деген азаматтар сол кісінің жолдасы қымбат қоршанға келіп отырсыңдар. Сол кісі артынан хабарсына қабыл болса екен деген. Алхамдулиллахи раббил аламин аррахманир рахим малики йаумиддин iyяка нa'буду ва iyяка наста'ин Аллаху акбар лиллахил хамд. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر